Вай стадионда ойын басталды. Парламентарий клубының еншісінде бір гол. Олар тағы бір гол сала ала ма? Олардың ойыншылары жеткіліксіз деп ойлаймын, Бренда. Самба Кингс бұл жолы нашар ойын көрсетті. Қайтпас команданы осы сырата жеңетін бол. Қара ойнап қарсыласын жарақаттады. Оған бола ойымдама, Шейкс. Суперлига ойындары қауіпті болады ғой. Көп замай бұл құрама ойыннан шығып кетеді. Мұны кейін істесе жақсы болар еді. Себебі ешбір команда ойыннан шығып кеткісі келмейді. Жетсіпсің, Скара. Бұл жолы да сен біздің ең арам ойнайтын команда екенімізге көз жеткіздің. Не болса да рахмет. Бұл қолпаштау емес еді. Суперлиганың ереже сақтау жөніндегі басшылық бәрімізге де ескерту жасады. Бәлкім менің көмегім тиетін шығар. Сен кімсің? Мен сіздердің айрандай төгілген абыройларыңды асқақтататын адаммын. Дәл соққа. Дәл соққа. Аяқтың ептілігі. Сенен тағы да қайталап сұраймын. Сен кімсің? Жауабы төс қалтаңда, Винс. Сиқыршысың ба сонда? Түсінбедім. Содан сен туған күн кештеріне өнер көрсетесің бе? Мен не бір кереметтерді істей аламын, Скара. Жақсы, назар мәліктің. Ал енді не қалайтыныңды айт. Сиқыршылардың қалауы не болсын, таң қалдыру мен қайран қалдыру ғой. Мүмкін емес нәрсені шындыққа айналдыру. Айналаға деген көз қарастарыңды теріске шығару. Және менің ендігі сиқырым сендердің командаларыңды Суперлига ойындарында ең адал ойнайтын күйі жұқпас керемет топ етіп көрсету және Суперстрайкстың көзін құрту. Маған бұл сиқырың майдай жақ барады. Бұл демалыс күндері футбол сүйер қауымның қатты алаңдаушылық танытқаны айдан анық. Себебі қайтпас қайсарлар парламентарийлерге қарсы ойнады. Ойын барысы өте нашар және әділетсіз болғаны айтпаса да түсінікті шығар. Сенің айтқаның жетпеп еді. Суперлиганың басшылығы Винстің дөрекілігіне көз жұма қарайтындарын ашып айтқан болатын. Я, сен де жетсіпсің. Әсіресе Суперстрайкстарға қарсы үлкен додада солай істейтіндерін алға тартты. Қайтпас қайсарлар осы жағдайға байланысты былай деп жауап берді. Достар, көршілер, серіктестер, біздің қара әрі дөрекі ойынымыз туралы алып қашпа әңгімелер көп айтылып кетті. Әрине, қайтпас қайсарлар кезінде дөрекі ойыннан шығар. Бірақ ашығын айтсақ, командамызды солай етуге мәжбүрлеген, бәз біреулер сондай роботтарды ойлап тапты. Соларды дөрекі ойнасын деп әдейі жасап шығаратын. Бірақ болай кім істемейді дейсіңдер. Ең маңыздысы, біз бұл қателігімізді түсініп, жаңаша, яғни әділ ойнауға бел буып отырмыз, мүмкіндігінше. Ал қазір назарларыңызға қайтпас қайсарлардың ескерткішін ұсынамыз. Себебі әркімнің қателігін түзетуге мүмкіншілігі болады. Рас, мен де солай тимеймін. Менің есімім Джордж. Жасылып бітті. Мұна баланы агенттікке апарып тастаңдар. Және үстінен мұна жаман костюмді тезірек жіңдер. Түкке тұрмайтын бірдеңе екен. Бұдан бұлай бізге ешкім сенбей қояды. Кезінде сиқыршы Гудини мені тірідей көміп тастаңдар дегенде оған ешкім сенбеп еді. Копперфилд азаттық ескерткішін көзден ғайып қыламын деген естеңізде ме? Оған да ешкім сенбеп еді ғой. Керемет сиқырға албасты ешкім сенбейді. Ал мен Отто Ван Дрейк. Бұрын соңды ешкім көрмеген ғаламат сиқырды жүзеге асырамын. Тек қана мен. Я, сене қалыппыз. Содан кейінше? Қазір біз сахнамызға бірнеше еріктіні шақырып аламыз. Көресіңдер. Қайтпас қайсарларға ескерткіш орнатып па? Бұл Эль Матадордың қарапайымдылық жүлдесі сияқты ғой. Енді, расымен де мен әлемдегі ең сәнді тұлғаларының бірімін ғой. Кішкентай кезімде Винстің есімін алғаш рет естігенімде, сүйемін деп ішкен сүтіме шашалып қалғанмын.
Содан бері мен сүт атауларын ішпейтін болдым. Винс оған ешкімнің сенбейтінін біледі ғой. Несіне соншама әуре болады екен? Бәлкім бізді алдау сұратқылары келетін шығар. Ол бұдан зорғысын да жасапты. Бұл бізде ескерткіштерінің ашылуына байланысты жеке ойынға шақырып жатыр. Мәссаған. Сенің пижамаң әдемі екен, жоң болмақыр. Яғни, келгеніңе өте қуаныштымын деген келді, Шейкс. Араларыңда ешқандай түсініспеушілік жоқ екен дәлдеу үшін қол алыспайсыңдар ма? Бұл не бол екен? Мен еш нәрсе көрген жоқпын. Мен де. Түсінсең бұйырмасын. Мен де түк түсінбедім, достым. Адал ойнайтындарға арналған ескерткіш пе? Қисынға қонбайды ғой. Жоқ. Ол емес. Менің қарапайымдылығыма мына бір ескерткіш не қатысы бар екен деп тұрмын да. Бұнысын қандай ашқайда? Білмеймін, достым. Қызық екен. Тыныш отыр. Осымен ойын аяқталды. Жоқ! Бір ойдағыдай жүріп жатыр. Сиқыршы кеште қаламат көз бояушылық көрсетілмей, не? Сәл сабыр сақтасаңшы, Скарда. Көзіңді аш, Винс. Ол да сені алдап кеткен шығар. Қазір көздеріңді жеткіземін. Қисынға қонбайтын нәрселер ұлы сиқыршыларға ғана тән қасиет. Немене? Енді айтшы, сен нені көріп тұрсың? Қане? Түкте тұрмайтын ескерткішті. Сеніңше бұл жай ғана ескерткіш қана ма? А? Дәл осы жерде мен сендерге және ойыншыларға сиқырдың соңғы тәсілдерін үйретемін. Көп күттірмей әрекет етсеңші. Менің не істеуім керек? Қазір саған жоспарымды көрсетейін. Бапкер, бәрі дұрыс па? Ішке кірді, мынаны қара. Суперстрайкс және қайтпас қайсарлар қашанда ойынның қарама-қайшы тұстарын айқын көрсетуші еді. Түйісік қара күшке қарсы, шеберлік қолыққа қарсы, бапкердің көрегендігі қиторқа айлаларына қарсы. Суперлиганың мықты командалары кездесіп, қай команданың басым екені анықталатын болады. Белгісіз біреу бізге мына бейне көріністі жіберді. Ойыншы қол алысқысы келмепті. Анан қара. Шейкстің істеген дұрыс па екен? Жақсы істепсің. Мен олай істеген жоқпын. Эльматадар болса, бір-екі қылығымен көзге түсіп қалды. Мұнысы шарамат енді. Мұны маған әлгі даяшы берген еді. Бұл не сұмдық жігіттер? Күйіп піспеңдер, достар. Бас жүлдені көп жаттыққан команда жеңіп алатын анық қой. Мұның бәрі солардың бір әзілі болса керек. Иә. Осы қитырғы бейне көріністер түсіргендер тауып алсақ, әбден жазыларын беретін едік. Дәл қазір өзіміздің жаттығуымызға ден қояйық. Мен сендерге жаңа тәсіл туралы айтайын. Бұл біздің құпия жаттығуымыз болмақ. Бұл жолы олар шектен шығып кетті, Джой. Сол туралы айтып бес жол барсың. Ей, Спенза, сенен бір өтініш болып тұр. Мәссаған, бургердің иісі аңқып кетті. Ал енді сендердің не істеп жүргендеріңді көрейік. Қап бәлем. Қайтпас қайсарлар дегеніне жету үшін кез келген қитұрқы әрекетке баратындарына көзіміз жетті. Бұл жолы біз алдын ала дайындалып аламыз. Қане тас болыңдар, кедергілер. Қайтпас қайсарлар айласын асырып, сендерді аяқтан шалуға тырысады. Сендер олардан әлдеқайда шапшаң болуларың қажет.
Қайтпас қайсарлар сияқты мықты командаға қарсы ойнағанда шапшаңдық пен тепе-теңдікті ұстай білу керек. Шайпап салам. Дұрыс айтасың, Блок. Мызғымастық та өте маңызды. Бапкер, ал мына қуыршақты не істейміз? Қап! Бәріне де дайын болуларың керек. Ақымақ робот қыз. Келесі жыл оған өзімнің қолтаңбамды қойып берем. Спенсер, қалайсың? Бейне жазбаны табардың ба? Ой, мен одан да зорғысын тауып алдым ғой. Қайтпас қайсарлар сазайларын тартады. Әне қара. Ей, ана жігіт жейдемнің ішіне бірдеңе салып жіберді ғой. Ал қазір Эль Матадорға жеркенішті тіске басарды алып келеді. Міне дәлел. Енді Винс пен Скараны осымен әшкер ету керек. Қызықтың көкесі әлі алда. Мұнымен не айтпақсың? Мұқият қара. Ескерткіштің ар жағында құпия орындары бар екен. Қайтпас қайсарларға тән алаяқтық қой. Достым, олар бізді жай ғана қаралағысы келеді деп жүрсем, бұл істе бір лаң бар екені айдан. Біз қане? Бұл мен. Ойынын команданың бапкер ретінде аты шықты. Алайда Супер Страйкс осыған қарамастан олармен ойнауға алаңға шықты. Ол мұнда не қып жүр? Сендердің әлдене ұйымдастырып жүргендеріңді білемін, Скара. Ойынның басталуын күтшейкс. Қалай жеңіліп қалғандарыңды да байқамай қаласыңдар. Ойын басталды және Супер Страйкс шабуылдауға көшті. Супер Страйкс нашар ойыншылар деген атқа қалуы мүмкін. Алайда олар мінсіз ойын көрсетіп жатыр. Бұл матч өте қызықты өтсе, Суперлига басшылығы қайта риза болатын сияқты. Не болып кетті? Сенің керемет сиқырың қайда? Керемет сиқыр үшін біраз уақыт керек, Винс. Ең алдымен, көрермендерді сенің жасыратының жоқ екенін көрсетуің керек. Бірақ алаңда не болып жатқанын байқатпау үшін оларды алдаусыратуың керек. Бұл менің әменім ғой. Ал енді қара. Көрдің бе? Баяу қызғаласың, достым. Эль Матадор бір қапшы картоп сияқты жерге көрсете түсті. Бірақ Динган оны аяғынан шалған жоқ. Төреші, мұнысы нағыз күрес болды ғой. Жинал Эль Матадор. Ол қасында болмаған соң анығын білмейді. Құдай-ау, ол мен аяқтан шалды дейм. Әлгілер қалай қол алысты екен? Сен неге ашылмайсың? Шапалақ, тоқаш пісіруші. Ашылмайды ғой. Қайтпас қайсарлардың не ойластырып жүргендерін анықтау керек. Адам сенгісіз. Бұл гол соғудың керемет мүмкінді ғой, Бренда. Пенальти соғылатын болды. Не үшін? Бұл шынымен де нағыз дөрекі әрекет болды. Не болып кетті өзі? Білмейм, бауырым. Оны әдей аяқтан шалғандай көріндің. Скара дайын тұр. Және ол допты қақпаның дәл ортасына кіргізді. Қайтпас қайсарлар бұдан да зұрғысына лайық. Бүгін олар тамаша ойын көрсетуде. Олардың қара ойнағандарын ескермегенде. Мені тоқтатуға тырысып көр. Сен аяқтан шалдың. Шейкс аяқтан шалғаны үшін сарыға қазалады. Осымен бірінші таймның аяқталуына шақ Бірінші қалды. таймның нәтижесіне қарағанда Бренда Супер Страйкстарға боксерлық қолғаптарын шешіп, арнайы аяқ киім киюлер керек сияқты. Сене алмайым. Онда ешнәрсе жоқ. Бос тұрған бөлмені жасыру үшін осыншама қитұрқылықтың керегі не? Бұл менің ең сәтті көз бояушылығым болады. Супер страйкастарды ойсырата жеңгеніміз болады.
Көз бояушылық? Әрине сиқыр. Мұны дереу Шекспирге айтуым керек. Сендерге не болды? Итеру, аяқтан шалу. Бұндай әрекет суперстрайкстарға жараспайды. Білмеймін, бапкер. Мұнда бір шикілік бар анық. Сөзінің жаны бар. Бізді әлдегі марқымыздан тыс аяқтан шал. Бар айтарларың. Немене? Оның не туралы айтып жатқанын білмеймін. Солай ма? Ал үстіндегі не жазу сонда? Мен оны қылмыс үстінде ұстап алдым. Қолыңның жап-жасы ұнай. Менің бар білетінім, қолға түспестен бұрын сендерге бір көз бояушылық туралы айтайын дегем. Мәссаған. Мынауың не, бауырым? Бұл құпия код сияқты. Немесе сиқырлы дұға. Жоқ, достар, бұл теріс жазылған сөздер. Бұл сиқырды қалай және қай жағдайда қолдануға болатын туралы нұсқаулық. Скара мені аяқтан шалғанын білмеймін дегенде шынын айтқан еді. Бұл нәрсе бар ғой. Орнатылған ескерткіш, достық кездесу, бұның бәрі үлкен көз бояушылықтың бір бөлігі. Қайтпас қайсарларды жағынан көрсету үшін. Ал бізді жаманат ету үшін. Мұқият тыңдаңдар, олар көре алатын. Көрермендердің суретін салып қойыңдар. Сонда олар шын мәнінде не болып жатқанын байқамайды. Қайтпас қайсарлар аяқтан шалғанда, барлығы олардың алға басқан аяғын қарап қалды. Сонда ешкімде олардың бөлген аяғымен шалып жатқанын байқамай қалады. Меніңше қайтпас қайсарларға өзіміздің де аяғымыздың ептілігін көрсететін сәт туды. Футболдың өзі көз бояушылық екен. Бір аяғыңды алға бассаң, екінші аяғыңды қарсыласыңды шалып құлатуға болады екен. Қане, жинақталамыз да суперстрайкстардың кереметін көрсетейік. 1, 2, 3. Суперстрайкерс! Ойынның екінші таймы басталды. Әдемі футбол және суперстрайкастардың тамаша шабуылдауын тамашалай аламыз деген үміттемін. Көріп тұрмын. Иші раста допты Джоеге бағыттады. Сен мен аяқтан шалуға тырыса бер. Ал мен допқа аяғымды тигізбей-ақ пас бере аламын. Бәрекелді. Айласын асырды деген осы. Не деген соққы? Не деген соққы? Не деген гол? Саспа, қызықтың көкесін осы кеште көресіңдер. Осы гол суперстрайкстарды жігерлендіріп, ойынды басқаруға мүмкіндік берді. Шамасы бапкер оларға ақылын әбден айтқан сияқты. Себебі қызыл формалылар керемет ойын көрсетуде. Осымен сиқыр бітті. Енді аяқтан шалу керек. Қайтпас қайсарлар! Алдын ораңдар! Алдымен допты менен тартып алуың керек. Өткендегі жаттығуды ұмытпа, Шекс. Мәне саған! Қап! Скараның мұна әрекеті тым дөрекі болды. Суперстрайкасы әрекет етсе, қайтпас қайсарлар одан зорғысын істейді екен. Шамасы қайтпас қайсарлардың сиқырларына бас тартып, әдеттегі қара ойындарына көшкен сияқты ғой. Өзіміздің жеке сиқырлы тәсілімізге көшсек қалай болады? Страйкстар естерін жиған сияқты. Ал қайтпас қайсарлар өз көздеріне өздері Сыз сенбей тұр. команда айып топты қағып алуға тізіліп тұр. Әй, доп қайда? Абракадабра. Бұны анық көру үшін екі рет мұқият қарауыңыз керек. Қанекей, бейне қайталауды көріп жіберейік. Бұл айланың іске асқаны керемет болды. Шейкс қақпаға гол салып ойынды аяқтады. Сенің бұл ойыңнан түк шықпай деп айтқам. Қарсы.
Ақшамды қайтаратын бол. Әйтпесе сені әшкере етіп масқараң шығарам. Жарайды, қазір көресіздер. Қайда кетті өзі? Әне, ұстаңдар оны! Әй, достым, шығатын есік басқа жақ деді. Әдетте мен бұны адасу деп айтамын. 31 бөлімнің соңы 2014 жыл.